Ақылды келін. Қызмет бөлмесіндегі сырт телефон бар екенін білдіріп шыр ете қалды. Құлағын көтерсе, күйеуі Қайдар ар жақтан. Гүлеке, анам келе жатыр. Кешқұрым пойыздан түседі. Мен қарсы аламын деп қуанышын жасырмады. Не істейміз деді Гүлжан да қапелімде аузына жөнді сөз түспей сасып қалды. Не істейміз несі? Көреміз. Енді анама келме деп айтуым керек пе? Деді күйеуі ренжіңкіреп. Жоқ, сен мені түсінбедің. Келген сон ұрсып, айғайласа не істеймін дегенім ғой. Өткен жол есінде ме? Деп жас әйел ақырын сөйлеп ақталып жатыр. Гүлжан, біздің мамашаның мінезі бар деп ескертіп едім ғой. Маған не қыл дейсің деп Қайдардың дауысы ренжіп шықты. Не десе де шыдайсың. Келін деген атым бар. Шыдамды бол. Телефон тұтқасын орнына қоя салған Гүлжан өрекпіген көңілін, дүрсілдей соққан жүрегін кәне баса салшы. Айдарынан жел соққан адуынды енеге тап боламын деген үш ұйықтаса да түсіне кірмепті. Қайдар екеуі институт қабырғасында оқып жүргенде танысып, махаббат гүл қауызын шашып, көңілдері жарасып кеткен. Бір-бірінсіз өмір сүре алмайтындарын түсінген жас жігіт қызға ұсыныс жасап, үйленейік деп ой тілегін білдірген. Қыз бұл тілекке балан сезімен қуана келісіп, екеуі бірігіп өмір сүретін сәттерін армандай асыға тосқан. Бірақ түн жамылған сырлы толы кездесу кезінде Қайдардың әлденені айтқысы келіп, көмілжіп, қипақтай беретін қыз бірінші рет байқап қалған. Бір күдіктері көңіліне ұяласа да, жігіттің көкейіндегі айта алмай жүрген сыр бар екенін онша мән бермеген. Ақыры бірде жігіт: Гүлім, білесің бе, менің анам өте қатал, бір беткей адам. Егерде ұнамай қалсан, жағдайымыз қиын болады деп әлде қандай әңгіменің шетін шығарған. Мен неге ұнамаймын? Екеуміз бір-бірімізді сүйеміз, оқу бітіріп диплом аламыз, қызмет жасаймыз, ешкімге ауыртпашылығымызды салмаймыз деп Гүлжан әппақ маржан тістерін көрсетіп, риясыз күлкі жіберіп, әңгіме төркін әзіл деп түсінген. Ләйім солай болсын. Анамен тіл табыссам болды деп Қайдар екі-үшті оймен сөз арасын басқа жаққа бұрған. Ақыры көптен күткен Қайдардың анасымен, туған туыстарымен танысатын күн де келіп жетті. Қайдар екеуі кешкілік пойызға отырып, алыстағы шағын теміржол станциясына жол тартқан. Қыздың жүрегі алдағы кездесуден сескендеңкіреп, бір түрлі қобалжу, алып-ұша сезім көңілін баурап алған. Осындай кезде марқұм әкесі есіне түсіп, көңілі босап, бей-берекеті кетіп, мазасыз күй кешетін. Олар арайлап атқан таң шапағы мен жер бетіндегі аялай төгіліп, шырайлы күн жарқырап шыққанда бір кішігірім жолаушылар бекетіне түсіп қалды. Қыздың көзіне алғаш түскен шағын ауылдың жадау суреті, шашырай егілген ағаштары мен еңсесі төмен сұрықсыз үйлер болды. Көше дейтін көше жоқ. Қып-қызыл суылдаған құмға туфлинің биік өкшесі батып кетіп, әбігерге түскен. Қайдардың ойы алаңсыз шашы желмен желбіреген, әппақ жүзді нәзік қызды жетелеп, үйіне беттеген. Қисық сынық шарбақпен қоршалған шағын үйдің ауласына Қайдар жүрексінген қызды өзі жетектеп кіргізді. Аула ішіндегі кішкене үйшіктегі күшік бір шаңқ етті де қайтадан дыбыс шығарған жоқ. Бұ кім деген дауыстан үйден шыққан толықша келген, етженді егде әйел басындағы ақ орамалын жөндеп тартып шыға келгенде Гүлжан жігіттің анасы екен ұқты. Мама, амансың ба деп Қайдар апасының бетінен сүйді де, міне болашақ келініс Гүлжан. Жігіт соңынан ілескен қызды анасына қарай жетелеп өткізіп жіберді. Сәлеметсіз бе, мама, деді қыз оқыстан аузын сөз түспей ыңғайсызданып абдырап қалды. Иә,
Амансың ба, қарағым? Бірден мама дегенің дұрыс, бірақ оны кейін көре жатармыз, деп әйел қараңқы даусымен реніш бар ары сөйлемей тоқтап қалды. Гүлжан абыржып, бір нәрсе білдіргендей екі бетті ду ете қалды. Үйге кір, деп Қайдар үйдің есігін ашып, қызды салқындау бөлмеге кіргізді. Бөлме ішінде шашын төбесіне түйген қараторы талдырмаш қыз үй жинап жүр екен. Бұл менің үлкен әпкем Айман, деп Қайдар костюмін шешіп босаға алды. Сәлеметсіз бе, деді Гүлжан іздеттілікпен қыздан жылы шырай күтетінін білдіріп. Алайда қыз Гүлжанның жүзіне суық пішінмен қарады да әзер басын изеді. Гүлжан болашақ енесі де, жігіттің әпкесі де өзін күтпегенін бірден іші сезді. Неліктен өзінің жігіт жақындары жақтырмай қарсы алған түсінбей, қобалжыған көңілін баса алмай, денесі қалтырап, бір ысып, бір суыды. Жігіттің анасы алдынан жайрандап күліп шығып, ерекше мейіріммен қарсы алар деген қиялы көкке ұшты да, қуанышы күткен көңілі бірден су сепкендей басылды. Азанғы шайды көп күттірген жоқ. Дастархан жайылып, екі иінін демалған самауырын дөңгелек үстел басына келді. Гүлжанның байқағаны дастархан үсті әртүрлі үй тағамдарына толы екен. Қарағым, ішіп жеп отыр. Ұлым ертіп келген қызға шай беру парызымыз, деп жігіт анасы қыз алдына қарай сап-сары болып піскен бауырсақтарды ысырап қойды. Одан кейін сұрақ жауап кезегі басталды. Әкем бар ма? Жоқ, қайтыс болған. Шешем бар ма? Бар, мұғалім. Отбасында неше баласыңдар? Екеуміз. Мектеп жасындағы інім бар. Сонан соң, құда жоқ. Құдағидың түрі анау. Мұғалім, жетіскен екеміз, деді жігіт анасы кесесін түбіндегі шай шамасын сілкіп төгіп жатып. Гүлжанның үстіне біреу мұздай суық су құйып жібергендей жүзін төмен салып, кінәлі адамдай басын көтере алмай қалды. Қайдарға жалт қараса, жігіт те көзімен дастарханды шұқып отыр екен. Шынымды айтсам, балам бай, бар жерден қыз алса екен деп Алладан тілеуші едім. Неге менің құдам болмауы тиіс? Бақша егіп, жер тырмалап жүріп, жесірлік көріп, екі баламды өсірдім. Қызымды оқыта алмадым. Әне омалып үйде отыр. Диплом алып көтеремін деген ұлымның түрі мынау. Сайда саны, құмда ізі жоқ бейтаныс қызды ертіп келіп отыр, деп ренішін жасырмай қынжылап барып, жігіт анасы демігіп бір тоқтады. Мұндай сөздерді өмірінде естіп көрмеген қыздың жан дүниесі шайқалып, қорланғаның екі көзі жасқа толып кетті. Қайдар анасына бір нәрсе деп қарсы жауап берер деп күткен. Алайда жігіт жақтан үн шыққан жоқ. Кешіріңіз, Қайдар екеуміз бір-бірімізді сүйеміз, деді Гүлжан амалсыз күмілжіп, шыдай алмай дауысы дірілдеп шықты. Сүйе бер? Кім сүйме дейді сендерге? Маған көмектесетін бай жердің қызы керек. Өзіне қарашы, белін үзілейін деп тұр. Бір шелек су көтеруге жарамайсың. Қалай үй шаруасын жасайсың? Сиырды қалай сауасың? Бақшаны қалай шөптейсің? Деп әйел дауысы тіпті илкілдеп шықты. Гүлжан ләм деген жоқ. Көзінен аққан ыстық жас тамағына келіп кептелді де тынысым тарылып жіберілді. Содан кейін бұл үйге қала алмасын түсініп, бір шешімге келгендей. Қайдар, мен кешікпей қайтатын, қашан пойыз жүреді, деп жігіт жүзіне қарады. Жолаушы пойызы Алматыға 1 сағаттан кейін жүреді. Қайда ғой, қарағым. Құдай бет алдынан жарылқасын, менің ұлымның үмітін үз, деп жігіт анасы иығынан ауыр бір жүк түскендей жүзіне үйірілген қуанышын жасырған жоқ. Сонан кейін әңгіме аяқталғанын білдіріп, орнынан тұрып кетті.
Гүлжан жолаушы пойыздан билет алып, вагонға мінгенше өзін шығарып салуға ілесіп келген жігіт жаққа қарамауға тырысты. Бүкіл жан дүниесі әлем-жәлем болып, денесінде бір әлсіз діріл пайда болып, аяқтарынан әлі кетіп, ол үйден әрең шыққан. Қыз қақпадан шығып кетіп бара жатып, артына еріксіз бұрылып жалт қараса, жігіттің анасы мен әпкесі жайбарақат кейіппен соңына қарап, өзін көздерімен шығарып салып тұр екен. Жүздеріндегі масайрау сезімдерін тіпті екеуі де жасырған жоқ. Не деген қатыгез жандар деп, қыз іштей түңіліп, күрсінді де үндемей жүре берді. Әйтеуір Қайдардың соңынан сөлбірейіп, ілесіп келе жатқанын сезіп келеді. Қызғылт еріндері тістеліп, көзі жасаурап, мазасы кеткен қалпақ тұман арасында адасып жүргендей болды. Жер әлемді көшіріп тоқтаған жолаушылар пойызының вагоны қалай кіргенін, бос орынға қалай отыра кеткенін сезгенде жоқ. Тек қана пойыз жайлап жылжығанда барып, терезеден алаңға көз жіберсе, Қайдар жоқ, кетіп қалыпты. Ал келіп солқылдап жыласын, ал кеп еңіреп жыласын. Вагон дәлізден арлы-берлі өткен адамдар өзіне мүсіркей қарап, басын шайқағаны көрген жоқ. Гүлім, жылағанды қойшы, мына купе ішін су басып кетті деп дауысқа басын көтеріп алса, жанында күлімсіреп Қайдар тұр. Саған не керек? Бәрі бітті. Анан мен әпкен мені қабылдамады деп қыз көзінен тарам-тарам жас ағып, одан әрі бетін басып жыласын. Сені осындай солқылдақ, жылауық деп ойламаппын. Менің сезімім, көңілім, махаббатым еш нәрсе шешпей ме деп қып-қызыл болған Қайдар ақталып әлек. Көрмейсің бе? Мен сенімен кетіп барамын ғой. Бәрібір ол сенің анаң бізге өмір сүргізбейді, ақ батасын да бермейді. Ол кісі маған қарсы деп Гүлжан одан әрі солқылдап жыласын. Қарсы болай берсін. Мен өз тағдырымды өзім шешемін. Қашан анам сені келінім деп қабылдайды, сол сәттен бастап ол кісімен қатысамын, деді жігіт бір шешімге келгендей нығыз үнмен. Бізге мүлдем қиын болады, ұлым тастап кетті деп қарғап сілейтін шығар. Жоқ, ол менің анам ғой, баласын қарғамайды. Одан да қалай жұптасып өмір сүреміз, қалай жаңа өмір жолын бастаймыз, соны ойластырайық деп Қайдар Гүлжанды иығынан аялай құшақтаған. Гүлжан ойлап отырса, одан бері 5 жыл жылжып өтіп кетіпті. Қайдар екеуі қалаға келіп, дереу қызметке тұрды. Заң түрінде некелеріне тіркелді. Жас мамандар ретінде несие пәтер алып, бөбелі болды. Қаншама қиыншылығы мол күндерді бірге бастан өткерді. Бірақ бірде-бір Қайдардай жігітпен тұрмыс құрғанына өкінген жоқ. Тек қана көңілінің көгінде енесін ренжігенін кейпі, ауылдың көңілсіз суреті мәңгі қалып қойыпты. Енді сол адуынды енесі келе жатыр, не дер екен, ал дәл қазір өзін қалай ұстарын білмей дал болып үрейлене бастады. Қобалжығаны көңіліне көп ой қонақтатып үлгерген Гүлжан үйіне құстай ұша жете салысымен неше түрлі тамақ әзірлеуге кірісті. Мұрны тершіп, есі шығып жүріп, уақыттың қалай жылжып өткенін білмей қалды. Кішкене ұлын балабақшадан алып келгенде күннің 5-ін ауғанын білді. Дастархан мәзірін жайнатып, өздеріне зәулім сарайдай көрінетін 3 бөлмесін жинаумен мазасы кетті. Әлден уақытта есіктің қоңырауы шылдыр еткенде селк ете қалған. Жүрегі алқынып, дүрсілдей соқты. Қобалжығанын білдірмеуге тырысып, жедел барып есік ашты. Қарсы алдында баяғы етженді әйел тұр. Тек қана
самай шашына ақ кіріп, маңдайына әжім жолақтары пайда болыпты. Өйткені жылдар ізі жүзіне еріксіз жазылып қалыпты. «Мама, амансыз ба?» Гүлжан амансыз енесінің бетінен сүйді. Ол кісіде үн жоқ. Киімін шешіп төрге шықты. Жан-жағына көз жүгіртіп қарады. Үй іші жайнап тұр. Жарық, таза, жылы. «Русик, апаң келді, бара ғой» деп Қайдар кіші бөлмеден кішкентай қара домалақ ұлын жетектеп алып шықты. «Келе ғой, жарығым, мұрнынан айналдым, садағаң кетейін. Бір сені іздеп келдім, әйтпесе мына екеуіне менің керегім жоқ» деп апаның түсі жылып, көзіне мейірім пайда болды. Кішкентай ұлы айналып, толғанып, құшағына алып, бетіне сүйіп жатыр. Бала да жатыр қамай, апаның алдында отырып алды. Қайдар мен Гүлжан бір-біріне қарап күлімсіреп қойды. Дастархан басында енесі көңілді отырды. Ауылдың әңгімесін айтып тауыса алмай, сампылдап сөйлеп жатыр. «Әй балам, мына пәтер сендердікі ме?» «Әрине, мама несиеге алдық, төлеп жатырмыз» деп Қайдар жайбарақат жауап берді. «Несие төлеп отырып, 5 жыл бойы бізге көп ақша жібердің, қарағым. Енді әуел ауылдағы ауқатты отбасының бәріне айналдық. Елдің бәрі бала болса, Қайдардай болсын, ай сайын ақша жіберіп, анасына көмектесіп тұрады» деп тамсанып айтатын болды. Әпкен институтта оқып, дипломын алды. Көне үйдің әкенің қара шаңырағы ғой, жақсылап жөндеттім. Жылма-жыл соғым сойып, ел қатарына қосылдық. Ауылдағылар Қайдардай мейірімді бала бергеніне шүкір деймісің бе? Неге өкпенді қойып бармайсың деп айта берген соң ұялғаннан келдім. Мына тәтті немеремді көргім келді. Бір күні өкпелеп өліп қалсам, өкінемін ғой. Әрине. Балам, бай жерден қыз ал дегенім ақмақтық екен. Байлықтың өз қолдарында жасапсыңдар ғой деген анасы тоқтамай риза екенін жасырмай екпіндеп сөйлеп жатыр. Қайдар еш нәрсені ұқпай. «Мама, қандай ақша?» деп аузын ашып үлгерген жоқ. Гүлжан күйеуінің аяғының басын басып тыныш отыр деп белгі берді. Соңғы рет тіпті әлгі ұялы байланыс телефонға «Мама, сені сағындым, бізді кешіріп, өзің келші» деген хабарды бүкіл ауыл болып оқыдық. Ананды қалай сағынатынды бүкіл ауыл аңыз қылып әңгімелеуде. «Жан балам, мені де сен кешір. Анан сол жолы ақмақтық жасады. Көңілінің қалаған қызына үйленіп, бақытты болғанына қатты қуаныштымын» деп манадан бері айтқан сөзінің дәлеліндей енесі көзінен жас алып, ақ орамалын ұшымен іркілдеп жас түсіртті. «Мама, көңіліңізді босатпаңызшы, әлі немереңізді қуаныш төрінде отырасыз» деп Гүлжан да көзі жасаурап, үлкен кісінің бетінен мейірлене сүйді. Әйелі екеуі оңаша қалғанда Қайдар шыдамсыздықты танытып: «Мама, қайдағы ақшаны айтады?» деп сұраған. «Мен сенің атынан ай сайын әпкен мен анана қомақты қаржы жіберіп тұрдым. Сөйтіп сені жақсы ұл атандырдым. 5 жыл дегенде әрең көндіргендегі мұздарын ерттім-ау, әйтеуір» деп Гүлжан күйеуінің құлағына сыбырлап күліп жіберді. Қайдар естіген хабарына сене алмай көп ойланып отырды. Содан кейін: «Не деген ақылды келін едің. Басқа біреу болса адуынды кемпірдің аузынан шыққан сөздерін ешқашанда кешірмес еді. Рахмет саған жаным. Әлі күнге шейін бір сенің соңынан ілесіп, анамды тастап кеткенім дұрыс па, бұрыс па деген көңілімде көк түтін күдік жүруші еді. Бүгін сол ала бұлтты сейілтіп жібердің. Ал мен кешірімдімін. Оның себебі маған дұрыс тәлім тәрбие берген» дейді.
Гүлжан бақыттылықтан күлімсіреп, төсек салып жүріп. Содан кейін ол көп жылдан бері өзінің иығынан бір ауыр жүк түскендей әсерден арыла алмай, ұйқысы келмей ұзақ жатты. Қайдар болса қалың ұйқы құшағынан еніп, түс көріп жатқанға ұқсайды. Дүниенің жарастырып, жоғын түгендетіп, жыртығын жамайтын жан жарына алаңсыз сеніп кеткен. Ал ақылды келін Гүлжан бұл дүниеде татулық, бірлік, сыйластықтың құны қымбат екенін жана ұққандай болды. Көңілі көп жылдардан бері алғаш рет жайланып, тыныш өмір күндерінің келгенін сезіп жатыр.